Жасаған вафлиіңіз дұрыс шықпай жүрген болса, осы рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқа, қант салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары май қосамыз, тағы да араластырып, міндетті түрде електен өткізілген ұн қосамыз. Ұнды 2 бөлікке бөліп салып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып дайындап аламыз. Біздің массамыз осы видеода көрсетілгендей қоймалжың, қою масса болуы қажет. Дайын болған массаны арнайы вафли пісіретін формамызға біраз қасықтан құйып пісіреміз. Ең алдымен біздің құрылғымызды жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Әбден қызғаннан соң осылай біраз қасықтан салып, шамамен 4-5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ыстық күйінде бірден формаға саламыз, себебі суығаннан соң ол формаға салуға келмей қалады. Барлығын дәл осылай біраз қасықтан құйып пісіріп аламыз. Әрине тәтті вафлиді мен отбасыма чемпион Кения шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояу жоқ, 100% таза, ең дәмді шайлардың бірі. Қыздар, міндетті түрде рецепті сақтап алып жасап көріңіздер. Барлық керекті грамдарын осы видеоның астына жазып қалдырамын. Ас болсын. Сіздермен болған Әсел, рахмет.